сыйақы бонустарды қайда жұмсайтыныңызды шешкен шығарсыз. Қосымша табысты жалпы мен өзім балаларыма инвестиция ретінде жұмсаймын. Мен бұл ақшаны инвестицияға салып жатырмын деп есептеймін өзімде. Ақшаны қалай жинап бастау керек? Адамның жеке банкроттығының көбісі еліктен туады. Анау бірдеңке алыпты, мынау бірдеңке алыпты. Ол сіздің кейс тамаша кейс екен негізі. Алтынға көбірек назар аударуға. Мен жастарға қоржын сияқты аламайсың, жаңағы ақшаны сала бересің. Сөйтіп жаңағы 3 айлық сосын бір есептегенде 3 айлықты жинап қойыппыз. Өзіңде жоқ ақшаны жұмса дейді ғой. Ақшаны жинаудың бір-ақ нәрсесі бар, сенің шығындарынан сенің табысың көп болу керек. Болды. Жаңа жыл жұртасыға күтетін мереке емес, бір қаржылық жылды қорытындылап, жаңасына жоспар құратын кезең. Әдетте бизнес жыл соңында артылған қаражатты қайда жұмсауды нақтылайды. Жеке тұлғаларда дәл осы қағиданы ұстанып, жыл бойы жинаған қаражаты мен жыл соңында берілетін бонус сыйақыларды тиімді жұмсауды ойластыру керек. Бұл Финподкаст бізде қонақта белгілі пиар маманы, қаржы биржа макроэкономика сарапшысы Айбар Олжай. Айбар, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Айбар, енді мынау 2024 қаржылық жылды қорытындылаған шығарсыз. Енді жыл аяғына жетті ғой, әрине. Дебет кредитін ұрдық, қарадық, не жетпейді, не жетіп жатыр, бәрін санап, ақыртап келе жатырмыз енді. Қосымша енді құпия болмаса, мынау артылған қаражат, сыйақы, бонустарды қайда жұмсайтыныңызды шешкен шығарсыз. Бізде енді жылдың бонустары, ол келесі жылдың жаңағы келесі жылы 1-ші тоқсан, 2-ші тоқсанға анау біздің қаржылық есеп шығады ғой. Біз компания қаржылық есеп шығады өзі. Бірақ жыл біткеннен кейін келесі жыл шығады ол. Келесі жылдың ортасына. Сол кезде ғана негізі жылдық нелер береді бонустар. Сондықтан бізде жыл аяқтала салып жаңағы бонус есептейтін ондай бізде жоқ енді. Енді мен өз жұмысымды айтып отырмын. Әрине басқа адамдар бар шығар, мысалы 13-ші айлық деген бар, тағы бір белгілі бір депозит сыйақысы келіп жиналып қалуы мүмкін, тағы бірдеңе түсіп қалуы мүмкін премиялар. Енді ондай бізде енді жаңажылдық бір премиялар, жаңағы нелер еді, олар қатты бір көп емес енді, сол бір айлықтың көлемінде. Оны енді мен белгілі бір келесі жылдың зачетына апармаймын да. Енді көп адамдарға мен кішкене дұрыс емес шығар. Мен жаңағы жақын балаларымды, бала шағамды отбасымды қуантуға тырысып, жаңағы кішкене сол ақшаға жететін жаңағы сыйлықтар тартулар алып беремін. Өйткені мен оны бір эмоцияға жұмсағым келеді шын енді. Мен кезінде бір 30 жаста, 25 жаста ол кәдімгідей бір есебім жаңағы, өйткені ол кезде енді кішкене тарғып та жүрдік. Кәдімгідей қатты мықты болатын, жаңағы қазір түседі, осыны келесі айға осылай жеткіземіз, өйткені келесі айда біз ақша болмайды деген сияқты белгілі бір не болатын. Қосымша табыстаршы. Енді мысалы негізі сіз сияқты мынау қаржылық сауатты адамдардың көпшілігінде негізгі табыс қосымша табыс болады. Енді сізде қосымша табыс жоқ дегенге мен онша сенбеймін. Қосымша табыс әрине бар. Қосымша табыспен бірақ қосымша шығын бар да. Енді міндеттемелерің бар, оның бәрін. Менің көп шығыным ол балалардың инвестициясы, жаңағы оқуы. Балалардың курстары оқуы өте қымбат. Тіл білу керек, программирование, жаңағы бағдарламаны бәрін нетіп өткен балаларға инвестиция отырмын. Олар кәдімгідей ақша тұрады. Бір баланың өзіне мысалы кәдімгідей 200 мыңнан жоғарыдай, мысалы 3 бала болса, мысалы балам студент балам бар, мысалы қызым бар. Онда өзінің жаңағы жүріс-тұрысы бар. Сондықтан мен қосымша табысты жалпы мен өзім балаларыма инвестиция ретінде жұмсаймын. Мен бұл ақшаны инвестицияға салып жатырмын деп есептеймін өзімде. Сіз айтып отырған бонус сыйақылармен бөлуге. Банктік сыйақы бонустардың қандай айырмашылығы бар деген? Үлкен айырмашылығы бар. Банктік сыйақы бонустар негізі кэшбэк деп аталады. Қанша банк сіздің оборотыңызға қарап береді оны. Қанша айналдырдыңыз ақшаны, қанша құрттыңыз. Карточка арқылы, банк приложениесі арқылы қанша сауда саттық жасадыңыз, соған өзінің несі түсіп тұрады. Ол кэшбэктерді сол банктың белгілі төлемдеріне, несіне жатауға жұмсайсыз. Шығындарға жұмсайсыз. Бірақ мен ойлаймын, кэшбэк белгілі бір сыйақы ретінде, жаңағы жұмсалатын премия ретінде көп болып шығады деп жоқ. Ол сіздің белгілі бір кішкентай бір 50 мың теңге болсын, 30 мың теңге болсын, сондай бір көлемде неңіз жабар. Бірақ ол сіздің бір жыл бойы асыға күтетін үлкен бір оқиғаңыз болмау керек. Ал жұмыстан алатын, ол енді бәріміз білеміз, ол жұмыстың премиясы. Сен жұмыс дегенде өзің жұмыс берушің жаңағы жаңа жылда белгілі бір сізге сыйлық премия береді. Ол мысалы 2-3 айлық болуы мүмкін, көп мысалы мемлекеттік органдарда мысалы былай аз айлыққа жұмыс істейсіз, бірақ енді жыл біткенде сіз бір қомақты 2-3 айлығыңызды қосып береді мысалы. Оларға ол үлкен не? Олар оны жоспарлайды, жыл бойы негізі жоспарлайды. Осы премиямен мен былай істеймін деп.
Енді бұл жақта енді ақыл айту, мысалы сен жыл бойы адам күтіп жүрген перемен жоқ, сен былай істеме былай істе деп ақыл айту, мен оны бармаймын да, өйткені ол қиын нәрсе. Иә, әр адам енді өзі шешеді. Бірақ сіздің құртқан ақшаңыз ең дегенде сізге эмоциялық не сыйласа, ең мықтысы сіздің құртқан ақшаңыз инвестиция ретінде саналса, ол сізге қайтарым бар болса, ол ең мықты категорияда жүр, бірінші категория тұрады. Енді осы жаңа жыл сияқты мерекелердің кезінде бір енді бар ақшаны шаш жібермей бір мерекені атап өтудің бір ортасын ұстап, бір лайықты бір середина дейміз ғой. Соны ұстап, бірақ мерекені де кәдімгі бір өзіңізге эмоция сыйлайтындай да, әрі қаражатыңызды артық шашпайтындай бір атап өтудің жолдары бар ма? Енді оның белгілі бір рецепттері жоқ. Негізі белгілі бір түскен ақшаның белгілі бір процентін бір қайтадан шешіп алмайтын нәрсеге салып жіберу деген ұғым бар. Мысалы, бір банктың шотына, бірақ ол онлайн банк емес, сіз оны барып алуын өзі қиын, содан кейін қойш деп қоя салатын сондай нәрсеге мысалы жібере салу деген мен өзім білемін нені. Ол стоп мани деген сияқты ғой. Баяда мысалы батыста стоп мани деген не бар? Қызмет бар. Бізге осы Қазақстанға келсе, көп адам соның қызметі жүгінеді. Былай қараңызда сіздің қолыңызға қазір ақша түсіп қалды. Сіз өзіңізден негізі адамдар өзінен өзі қорқады. Өйткені өзінің ақшаны жаңа құрт жерлерін қазір ұстап жерін біліп тұр. Ол енді одан бір 30-40 күннен кейін осы ақшаның жартысы бірден кейін бір төлемге керек. Бірақ ол төлеп тастайын десе алдан төлем ашылмай тұр әлі. Сол кезде адамдар қорқа бастайды, осы 40 күн ішінде осы ақшаны жеткізбей мәйіме құрып тастаймын, қиналамын деген сияқты. Сол кезде стоп мани деген жаңағы не бар? Сіз осы ақшаны белгілі бір неге жібересіз де, айтасыз 21-ші наурыз күні осы ақша маған керек деп. Бітті, олар замар сөйтіп сіз өліп сұрасаңыз да ол сізге бермейді. 21-ші наурыз күні сізге береді жаңағы ақшаңызды, стоп мани деген. Бізде енді стоп мани қызметі жоқ қой. Қазақстанда жоқ. Сол үшін мен жаңағы ақшасын шешіп алу қайтадан өте қиын, немесе мүмкін емес бір банктер бар. Сол жаққа шот ашып сол жаққа жіберіп салсаңыз, сіз онлайн шеше алмайсыз да оны. Барып жүру керексіз, ол кішкене сізді ақылдатып етеді жаңағы, жоқ, шынымен қалсын деп жаңағы өзіңіз өзі ұстайсыз. Енді Айеке, жаңа біз айтып отырған қосымша табыс болсын, бонус болсын, сыйақы болсын, біздің қоғамда енді соны бір негізгі табыс сияқты, бір адамға пайда келетін дүние сияқты қарастырмаймыз. Осыны да кейбір мамандар мысалы дұрыс негізгі қаржы ретінде қарастырып, дұрыс жұмсауды білу керек дейді. Бұған көзқарасыңыз қандай? Сіз айтып отқан нәрсені мысалы мен 30-ға дейін ұстандым. Мен бонустарды бір нақты бекітілген бір табыс көзі ретінде қарап, олар тіпті өз бюджетіме салып, мына жерден бонус түседі, оған жаңа ананы төлеймін, мынаны төлеймін деген сияқты неде болдық. Біз сөйтіп 10 жыл өмір сүрдік, сүріп белгілі бір неге жеттік, 40-қа жеттік қой. Енді біз 40-қа жеткеннен кейін, енді бұл менің айтайын деп отқаным ролевой модель емес. Бұл өзім жағдайында айтып отырмын, бірақ олай істемеу керек. Өзіңіздің жеке кейс. Өзімнің жеке кейс. Менің қазір қаржылық өмірімде психология өте рөл ойнайтын болды. Маған эмоция жетіспейді. Мен келгір бір көп жұмыс істеп, ол ақша түсіп жатыр ғой, соған бір ләззат алуды қойдым. Өте қиын болып кетті. Ақша сонда ләззат сыйламайды. Ақша ләззат сыйламайды. Ақша ләззат сыйлау несінен айырылып қалды. Өзі баяда бір ақша келсең бері өзім қауіпсіздік бір сезінуші ғой. Ақша түсті, мен кішкене қауіпсізмін, жаңағы неде отырмын деп, шлюпкада спасительный деген сияқты. Қазір ол 40-тан асқаннан кейін ба белгілі бір құндылықтар өзгереді де. Бұл біздің өміріміз кішкене ақырындап өзінің экваторына жетіп қалды ау. Бұл ақша біздің өміріміздің басты ориентирі ма деген сұрақтар пайда болады. Сол ақша сені бақытты етіп жатыр ма деген сияқты. Ол бақытты етпейді деп ақша таппай кету емес, бірақ белгілі бір бонусты, мысалы мен баяда бюджеттен штаб қойшынмын, қазір бюджеттен тыс бір эмоция ма әйтеуір бір кесін, тіпті жақындармен бірге, балалар шағыммен бірге бір жаққа демалып келейін деп, мен негізі соңғы жылдары осы бонустың барлығын осы бір жаққа шығып енді өмір көріп, жаңағы жылы теңізге барайықшы деген сияқты, соған арзан турлар бар қазір, арзан, қымбат көп емес, сол бір бонусын тіпті 4-5 адамды апарып келуге жетеді, мысалы. Соған көп арнап жүрмін. Солай еді, бет түсіндіре алдым ба, түсіндіре алған жоқпын ба? Мерекенің ең үлкені ол қаржылық тұрақтылық дейді адамдардың көпшілігі. Жаңа сіздің 40-қа дейінгі ұстанымыңызға сай келетін сияқты. Сай келеді. Бір қауіпсіздік жастығы ол маңызды. Мысалы сіздің 40-қа дейінгі ұстанымда маңызды болып келді, және сізге белгілі бір деңгейде көмектесе алды ол.
соған қауіпсіздік жастығы жалпы енді біздің адамдарға қай жағынан маңызды, қай жағынан көмекке келе алады? Мені құтқарған 3 айлық қауіпсіздік жастығы болды, мен алтын ұстадым. 3 айлық ақшаға пара-пар, мен өзім 3 айлық алатын, мысалы 1 айлық алам, ол өмірге жетеді ғой. Иә. Сондай 3 айға жететіндей белгілі бір ақшаны алтын күйінде ұстадым. Слитік дейді ғой. Иә. Слитік кәдімгідей. Оны барып жүгіріп барып сатпайсың ғой. Бір жақсы құртып қоймайсың. Иә. Бір нақты. Сонда мен жұмыс ауыстырып жатқан кезде белгілі бір жұмыстан кетіп ана бір жұмысқа бару керекпін, барлық келісіп қойған. Сол кезде бізде жаңағы ылғи болады, су тасқын болып кеткен сияқты сондай бір қайғылы жағдай орнап, мораторий бір белгілі бір мораторий тоқтап қалды ғой процестер. Сонда негізі процестер тоқтап қалғанда олар 3 айға созылады екен. Мен өзім байқағаным, 2 жерде байқадым. 3, сонда сіз кемінде 3 сіздің айлығыңыз сияқты сізде подушка болу керек екен. Кәдімгі сол кезде соны сол подушканы жеп, жұмысымыз жоқ болса да жаңағы қосша бір екесеміз, бірақ ұсақ түйек. Бірақ ол біздің жаңағы семьямызды белгілі бір тарықтырмады да, әйтеуір. Бірақ бізде бір күнделікті бір не болды, 3 ай деген ақша бітеді ғой енді. Оған дейін тезірек бір екесек өз дедлайн тұрды. Сондықтан ең кемі 3 ай болу керек екен. Ол 1 ай емес, 2 ай емес. Енді айту оңай әрине. Өйткені қазір тапқаны тіпті жетпей жатқан, қазір келіп жатқан адамдар көп қой. Былай 3 айдан сап қой деген айту ол бір басқа бір планета келіп түсіп айтып отырған адам сияқтысың да. Өйткені әр адамның өзін жұмсайтын шығыны әртүрлі ай сайын. Әңгіме жаңағы мен 3 ай қалай жинадым деген сөз ғой енді. Мен өзімді жас кезде өзі айлығың өзіңе жетпей жүргенде сен 3 айлық қалай жинадың деген әңгіме. Енді бұл қосымшада нелерден мен айлықтан құрттым да, қосымшаның бәрін енді ол кезде келіншегіме сенім арттым. Мен беремін, әкеп беремін. 10 000 теңге болсын, 5 000 теңге. Сен жинай берші деп. Сол кезде бізде енді шын айтқанда қағаз ақша көбірек болды ғой. Ол қазір ғой соңғы кездері банк приложениесі барып кеткен. Біз ана неге жинайтынбыз, бір қоржын сияқты, ала алмайсың, жаңағы ақшаны сала бересің. Сөйтіп жаңағы 3 айлық, сосын бір есептегенде 3 айлықты жинап қойыппыз. Одан кейін мен айттым, мынаған барып алтын алайық дедім. Қалайша алтын дейді, кәдімгідей сақина алтын емес. Сөйтіп алтын алып қойып сатылатын ол кезде, жаңағы ломбардтарда сатылатын, жаңағы обменник айырбастау пункттерде сатылатын. Сөйтіп 3 айлықтың жететін жаңағы алтын салып, жаңағы сол алтынның арқасында сосын саттық қой алтынды. Ол кішкене өсіпті алтын. Сол кезде сөйтіп саттық. Ол кішкене өсіпті, көп емес, бір 5% өскен. Соның ақшасын алып сөйтіп күн көрген. Енді өзім кейсім. Сіздің кейс тамаша кейс екен негізі. Алтынға көбірек назар аударуға. Жастарға защитный актив. Мына қазіргі заманда мынандай болып тұр. Ол әңгіме қандай немен, қандай формада сақтайтын болып тұрған жоқ. Қазіргі заманда оны құрту жері қиын бір активке салу керек те. Біздің проблемамыз бердеңке бола қалса өзінің запасын құртып жүр. Мысалы тойға шақырып қалды, ақшам болмай қалды. Өзінің запасын барып құрта салайық деген сияқты бір ой олар көп. Мен сізге тура сұрақ қояйын деп отыр едім. Өйткені тойдан бөлек бізде қазір енді айналамызда қызыл жасылды жарнама өте көп. Сол ғой. Сол адам енді сол жарқыраған дүниеге алданбас үшін қандай бір қаржылық сауаттылық дейміз ба, қаржылық бір тәртіп дейміз ба? Сол қандай бір құрал керек? Кез келген отбасының көп қызыл жасылға ұрынатыны сол жарының несінен келеді, әйелінің жаңағы ұсынысынан келеді. Бізде енді анау алып жатыр ғой, менде жаңағы оларда енді олар үшін сыйлық, белгілі бір сыйлық, белгілі бір ілтипаттың, махаббаттың белгісі болып саналады да. Оларға сұр, мен сені жақсы көремін жаным деген әңгіме жүрмейді. Оларға оны сен белгілі бір нәрсемен жаңағы нету керексің, дәлелдеу керексің да. Алып беріп жаңағы сен өзің жаңағы жинап жүрген ақшаңды оған құртсаң, демек сен ол үшін белгілі бір құрбандыққа бардың деген сөз ғой. Осыны маркетологтар өте жақсы пайдаланады. Сол құрбандыққа барғаның арзан болмасын, қымбатырақ құрбандыққа бар деп саған маркетологтар көп қызыл жасылды жаңағы тұсақтар құрып қояды. Осы кезде бұл енді ішкі белгілі бір ынсап және диалог қой. Еркек пен әйел арасындағы диалогтың белгілі бір бір-біріне жаңағы барып бір орта точка табу ғой. Егер олар дұрыс орта точка таба алса, және ол өте жақсы сыйлық, бірақ қатты семейлік бюджет, жаңағы отбасылық бюджетке ұрмайтын болса, бұл жаман емес. Өйткені сол отбасыда гармония сақтап қалуға көмектеседі. Осы отбасылық бюджетті жоспарлау, кіріс шығыс есебін жүргізу деген мәселеге көзқарасыңыз? Отбасылық минимум дейді. Мен оны қаржыгерліктен жақсы жүргіземін. Мен алдағы құртылуы тиіс. Жалпы келуі мүмкін ақшалар тізімін жазып қоямын. Ана бір заказ істедім, мына бір айлықтан түседі, мынау түседі. Міндетті ай сайын айналып кететін шығындар ғой. Квартплатың бар, жаңағы кредит бар, үйдің тамақтың бағасы осынша еді, үйге беретін айлығың бар.
соның бәрін жазып қойып сол столбикте қараймын жаңағы. Мен бұл плюста, осы айда плюста боламын ба, минуста боламын ба деп. Онсыз болмайды, онсыз мен баяда менде болған. Мен сол кіріс жұмыс есеп бір үлкен бір неге кіргенмін мен. Былай қарасаң, қарызға кіріп кеткенмін. Сонымен мен өз өмірімді бақыламай кеткенмін да. Мен содан кейін 30-32 жастамын, содан бір қолға алдым өз өмірімді бақылау, жалпы өзің қайда кетіп жатсың, не құртылып жатыр, қайда не. Соған кезде сен өзіңнің құрдымға кетіп бара жатқанын көргенмін. Мен шығыстарды есептемей жаңа ана бірдеңе сұраса бірдеңе істеп, ана тойға жүгіріп барып, жаңа нетіп етіп, ал өзім табысым қанша түседі деген бәрін түскенде бәрі қарыздарым кетіп қалғанда түк қалмаған ғой. Сол кезде мен жаңағы сол қағазға жазып, қазір телефонға жазамыз ғой, соны қолға алдым. Содан кейін жаңағы мен бір өмірімнің жолта картасы пайда болды да, мен алдым да, мен қандай өмір күтіп тұрғанын білемін да, осы айда, келесі айда мысалы осындай не табамыз, мына мен осы құрта алмаймын, бұл келесі ай қалдырайық деген сияқты. Сол маған әдет болып кетті. Осыған көп адам жеткісі келеді да негізі. Көп адамның негізі шығыны көп. Жаңағындай сіздікі сияқты определенный бір шығындар ғана, мысалы күнделікті жолыңызға, тамағыңызға деген сияқты. Сондай деңгейге қалай жетуге болады? Түсінікті болу үшін қарапайым түрде айтсақ, ақшаны қалай жинап бастау керек? Ақшаны жинаудың бір-ақ нәрсесі бар, сенің шығындарынан сенің табысың көп болу керек. Болды. Сен табысыңдан сен шығындар көп болса, демек сен қарызға кіре бересің. Қарызға кірген сайын сен өзің болашағынан айырыла бастайсың. Ол нақты бір несі бар. Дәлелденген формула. Сондықтан табысың аз ба, ешқандай шығын істеме. 2025 жылы қаржы жинағысы келіп жүрген, инвестиция жасағысы келіп жүрген адамдарға бір кеңес берсеңіз. Ешкімді жан-жағыңызға көп еліктей берме. Осы біздің негізі адамның жеке банкроттығын көбісі еліктеуден туады. Анау бірдеңке алыпты, мынау бірдеңке алыпты. Өзіңізге мықты болып, өзіңіздің белгілі бір ұстанымыңыз болса, ешкімнің сөзін тыңдамаңызшы. Ешкімнің сөзін тыңдамау. Нақты өзіңнің бір күшіңді білу. Нақты мен осынша таба аламын. Оның ішінде осынша шынымен де шығындар, капиталды шығындар деген болады ол. Одан артығын тамағың бар. Бәрібір белгілі бір белок жейсің, жаңағы углевод дейді, ет ішінде бәрі, оның бәрін корзинасын жасап қойдың дейге. Жүрің бар, бәрін реттеп қойдың. Бірақ сен табысың одан артық болса, сен белгілі бір ақша жинауға шанс алдың. Сондықтан көп өзіңіздің ішкі ұстанымыңызбен, принципімен өмір сүргенде сізде қаржылық мәселелерде бәрі жақсы болады. Өзіңіз немес сізге біреу сырттан таңып, мынаны ал, мынаны істе деп немен өмір сүрсеңіз, сіз өмір бойы осы қаржылық проблемадан құтыла алмайсыз. Мына тойға мен бармаймын. Мен өзім немде жазылған жылына бір рет тойға барамын мысалы. Ол бірақ мынау той емес деген сияқты өзің бір қырсықтау бір адам болып кетсеңіз, сізде сол жұрттың бәрі қарыз сұрап жүргенде сіз қарыз сұрап жүрмейсіз. Өйткені өзің кішкене тық болған, бірақ оны ешкімге бермеңіз ақшаңызды. Ақшаны ешкімге бермеңіз жалпы. Қазір қарыз да үлкен проблема. Қарызды алаяқтар жақындарыңыз атынан қарыз алып кетуі мүмкін. Ақшаңызға мықты болыңыз, ешкімге көп бере бермеңіз, керек нәрсеге ғана жұмсаңыз. Әр адамда қосымша табыс болу керек. Жаңа 2025 жылды қаржылық табысыңызды арттыруға арнаңыз. Ол үшін қаржылық жоспар құрыңыз, қосымша табыс көзін іздеңіз. Фин подкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып пікір қалдырыңыз, қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. 2025 жылы әрбір қазақстандық бай қуатты болсын.